Ассалаумалейкум достар. Бүгін Шымкент қаласында сәрсенбінің сәтті күнінде автокөлік базарына келдік достар. Бүгін осында тұрған көлік бағаларына шолу түсіріп өтетін боламыз. Және достар, өз автокөліктеріңізді біздің Instagram каналымызға салу арқылы өз автокөлігіңізді сатуға болады. Ол үшін сілтемеге қазір ссылкасын тастап кетеміз. Sonradan Instagramға өтіп біздің WhatsApp нөмірге жазсаңыз, Instagramға салып беретін боламыз достар. Және де достар, бүгін екі шығарылым шығатын болды газель көліктеріне және жеңіл көліктерге. Достар, екі шығарылымды қарап біздің каналды қолдап кетулеріңізді сұранамыз. Видео соңында ұнап жатса лайк, пікір. Әрине, видеоны бастамастан бұрын тіркеліп кетулеріңіз бізге өте қажет болып жатыр достар, 50 мыңға жетуімізге. Lada Priora ақтысты. Полный родной краска дейді, 2 миллион 650 мың теңге. Пробег 125 570 дейді. Телефон нөміріне хабарласып көрсеңіздер болады. Жаңа киген бізде талшын номермен тексеріп отқан балдар. Полный родной краска дейді, сатылымда. Тағы да Lada Priora. Жаңа алдыңғы түсірген Priora мен хозяйны бірген арада жұмысы бар. Полный заводской краска дейді, осы жер ғана жасалынбаған краскілеуге. Тағы да Lada Priora ақтысты. Көлік 2014 жылға 2 миллион 550 мың теңге дейді. Механикалық қораппен көлік. Жүз 40 жанақтағы Mercedes 140. Достар, біздің автолай каналына тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. 95 жылғы 2,8 3 миллион 500 дейді автомат коробкада, полный кожаный салон машинам. Сыртқы жағдайы ләлия ғой машинам жалпы. Біздің Instagram каналымызға, YouTube каналымызға тіркеліп қолдау білдіріп отырыңыздар достар. Mercedes 280 классик тұрнарады сатылымда. 95 жылғы 2,3 дейді. 2 миллион 400 мың теңге сұрап тұрған бағасы. Коробкасын біле алмадық. Жауып тастаған екен машинаның терезелерін. Әр шығарылым сайын Lacetti сұрап жатқан бір жігіт бар еді. Аралап жүріп бір Lacetti 2007 жылы 2,5 миллион сұрап тұрған бағасы механикалық қораппен. Апта сайын шығарылым сайын комментарий қалдырып отырады сол жігітке. Көп емес негізі Шымкентте Lacetti. Соңғы буыны ғой Hyundai Elantra. 2019 8 миллион 300 сұрап тұрған бағасы машинаның. Автомат коробка. Кәрістік көліктердің дәуірі басталды ғой Қазақстанда. Nissan Primera тұр, универсал нарада. 2001 жылғы 2 объеммен 2 миллион 100 мың теңге дейді сұрап тұрған бағасы, механикалық қораппен көлік. Қара түсті. Toyota Camry 30 үлгі, 30-ка. 2002 жылғы 3 объеммен тек автомат коробка 4 миллион 600 дейді сұрап тұрған бағасы. Машина европеец. Audi A6 дейді. Сатылымда 96 жылғы 2,6 2 миллион 800 дейді. Механикалық қораппен көлік. Audi S4 тұр, 2,3. Цена договорная дейді, механикалық қораппен. Телефон нөмірін қалдырып кетеміз, егер бағасы қызық болса, хабарласып көрсеңіздер болады. Жалпы сыртқы жағдайы жақсы машинаның. 124 Mercedes тұр, 94 жылғы ешкі. 2,2 объем 3 миллион 200 сұрап тұрған бағасы, автомат коробкада. Салон билер.
Кожаный салон емес. Жалпы сыртқы жағдай машинаның. Жанып тұр ғой бір сөзбен. ВАЗ-2107 семерка тұр. 2005 жылғы. 780 мың теңге сұрап тұр. Ақ түсті. Қазақстандық тіркеуде машина. Шымкентте сүлгіге тығу басталды жігіттер. Күн қайнап жатыр бүгін. Lada Priora 2015 дейді. 1.6 механика, жоқ, автомат екен ал. 2.850 мың теңге дейді. Оларда енді автомат емес, робот коробка. Іздеп жүргендер болса қарап көрсеңіздер болады. Lada Priora ақ түсті 2014. Полный комплектация, кондермен, фурмен, 3 миллион теңге сұрап тұрған бағасы. Так, 124 Мерседестер 94 жылғы. 2.2 объеммен 1.600.000 дейді автомат коробка сатылымдағы бағасы. Жазып қойған бағаға қатып қалмайды негізі. Шымкентте жақсылап салып алсаңыздар, өз ойлаған бағаңызды алуыңыз мүмкін да. Lada Granta дейді. 2017 жылғы көлік. 2.600.000 дейді сұрап тұрған бағасы, механикалық қораппен көлік. ВАЗ-2106 шестерка тұр, сатылымда. Көлік 2002 жылғы, механикалық қораппен 1.100.000 дейді сұрап тұрған бағасы. Део Nexia автокөлігі родной краска дейді, полный 2011 2.400.000 теңге сұрап тұрған бағасы 2.400.000. Lexus RX 350 сатылымда. Көлік 2007 жылғы 3.5 мотормен 7.200.000 сұрап тұрған бағасы. Полный кожаный салон машина. ВАЗ-2109 девятка тұр. 2002 жылғы 1.5 дейді, 1.400.000 теңге механикалық қораппен. Бұндай машиналар жолықтыру кемдігі мен жақсы жағдайда машина. BMW пятерка сатылымда широкоморда. 95 жылғы 2.8 М52 мотор. 3 миллион теңге сұрап тұрған бағасы, механикалық қораппен, кожаный салон полный. Audi A6 сатылымда. Кеше көп сұралып жатқан көліктердің бірі 95 жылғы 2.6 2.300.000 дейді механикалық қораппен. Қазақстандық учетта көлік. Lada Largus. Праба болса, одан кейін көресің ғой. 3,5 миллион теңге. 2015 жылғы 7 орындық дейді, полный комплектация, люкс салон. Машина іздеп жүрсің ба? Peugeot 407 маркалы. 2008 жылғы 3 объеммен автомат коробка 3 миллион теңге сұрап тұрған бағасы. Сіздің ма? Lada Granta сатылымда. 2013 жылы 1.6 мотормен механика 2.300.000 теңге сұрап тұрған бағасы. Через банк қарастыруға болады көкті.
егер одобрениеңіз болса, первоначальный взнос болса, через банк беруге дайын екен бұл кісілер. Сыртында ешқандай ақауы жоқ. Қарап көрем десеңіздер, телефон нөмірге хабарласып қарап көрсеңіздер болады. Nissan Almera'dır satылымда. Көлік 17 жылғы. Так, автомат дейді. 4,5 миллион теңге сұрап тұрған бағасы бұл көліктің. Алды қысық баллондарды, арты жазық баллондарды. Осы көліктердің запчастары қымбаттау үшін кетті. Под заказ алдырасыздар, наличие табу қиын. Toyota Avensis. Лақтары көшкен машинам. Жұмыс қажет етіп тұр, жазық баллондарда, тем более. Көлік 2004 жылғы. 3 миллион 500 дейді. Avensis автомат коробкада. Жүз 40 жанақтағы Mercedes көлігі. 93 жылғы 4.2 объем 2 миллион 200 сұрап тұрған бағасы. Автомат коробка. Сырты орташа жағдайда, жаңадан краскіден өтпеген көлік. Ол кесіліп тұрған жер жоқ, бірақ 124 Mercedes сатылымда. 94 жылғы 2 объеммен 2 миллион 300 дейді автомат коробка. Сыртқы жағдай жақсы машинаның. Қарап көрем деушілер болса. Volkswagen Golf тройка. 95 жылғы 2 объеммен автомат коробка 2 миллион 200 дейді сұрап тұрған бағасы. Бәрі әшейін жазылған бағалар, саудасы болады бұл көліктің бәрін. Так, Opel Vectra жасыл түсті. 93 жылғы 1,8 миллион 400 дейді механикалық қораппен көлік. Жалпы. ВАЗ 2109 девятка сатылымда. 2003 жылғы 1.5 моторымен механика 1 миллион теңге сұрап тұрған бағасы. Daewoo Nexia 2014 жылғы 1.5 моторымен 2 миллион 100 дейді механикалық қораппен. Кеше опроста көп адамдар айтып жатыр да, ВАЗ болмаса жаңағыдай арзан көліктерді түсіре бермеш деп. Енді сұраныстың көбісі осы арзан көлікке түскеннен кейін арзандау көлік түсіруге тырысамыз бізде. Hyundai Sonata тұр. 2004 жылғы 2.2 дейді, 2,5 миллион теңге сұрап тұрған бағасы, автомат коробка. Көліктердің запчасы бұрын сәл қиындау болатын, қазіргі таңда көп болған. Өйткені Кореядан прямой бізге контейнерлер кеп, запчасына қарқ болып жатыр қой қазіргі таңда бұл көліктердің. BMW пятерка тағы да. Біраз жұмысқа қажет, сыртына 91 жылғы 2.5 дейді механика 1 миллион 400 сұрап тұрған бағасы көліктің. Mercedes Restyle 2002 дейді, 3.5 3 миллион 700 дейді Tiptronic. Бүгін опроста көбінесе 25% сәл қымбаттау көліктерді сұрап жатыр екен, соған араласып түсіріп кететін боламыз. BMW пятерка сатылымда көк түсті. 94 дейді, 2.5 2 миллион 800 дейді сұрап тұрған бағасы. Механика. Volkswagen Golf тройка универсал. Көлік 98 жылы 1.8 объем механикалық қораппен 1 миллион 800 мың теңге сұрап тұрған бағасы. Саудасы бар дейді көліктің, қарап көріп егер.
ұнап жатса через банкте оформить етіп беруге дайын. Хабарласып көрсеңіздер болады. Opel Astra Universal сатылымда. Көлік 93 жылғы 1.8 объеммен механика 1.500.000 теңге сұрап тұрған бағасы. Іздеп жүргендер болса хабарласып көрсеңіздер болады. Kia Rio ақ түсті. 2015 жылғы көлік 4.700.000 дейді сұрап тұрған бағасы, механикалық қораппен көлік. Егер іздеп жүргендер болса. Volkswagen Passat Delfin 95 жылғы 1.8 механикада 1.900.000 теңге сұрап тұрған бағасы машинаның. Достар, өз автокөліктеріңізді біздің Instagram каналға жіберіп сатуларыңызға болады. Ешқандай ақыл емес, бәрі тегін. Сілтемесін қалдырып кетеміз, Instagramға жазсаңыздар, сол жерде шығарып беретін боламыз көліктеріңізді. Hyundai Accent ақ түсті. Бірінші қатарға кірдік, базардағы 2015 жылғы. Так 5.200.000 дейді автомат коробкада. 84.700 дейді пробегі. Жалпы сыртқы жағдайы жаман емес көліктің. Қарап көрем деушілер болса. Тағы да Hyundai Accent 1.6 мотормен. 2014 жылғы көлік объемы 1.6 75.400 дейді жүріп өткен жол. Автомат коробкада 4.900.000 сұрап тұрған бағасы көліктің. Kia Rio сатылымда. 2014 жылғы 1.6 Tiptronic дейді. Хорошее состояние. 92.480 жүріп өткен жел. 4.800.000 дейді сұрап тұрған бағасы сатылымдағы. Саудасы болады, әрине қатып қалған баға емес. Шымкенттің саудасын білесіздер қандайлықты мықты екен. Сол үшін саудаласып көріңіздер. Ай жарықтық, шаң басқан 140 ай. 140-ой. 98 3.2 дейді объем, 3.100.000 дейді сұрап тұрған бағасы. Daewoo Nexia дейді. 2013 люкс 2.300.000 дейді механикалық қораппен. Полный пакетте машина. Әрине ол жүрілмеген деген сөз емес. Қарап жүргендерге ыңғайлы болу үшін осылай дайындап қояды жігіттер. Авангард сұрап жатқанға. Авангардқа дейінгі комплектация элеганс автомат коробкада 2000 жылы 2.4 цена 4.300.000 дейді сұрап тұрған бағасы. Авангардқа дейінгі комплектация машина. Ravon бұрынғы Nexia, қазір енді аталыс көздері патент алып сертификатпен Ravon болып шықты. 2019 жылы 1.6 мотормен механикада 3.800.000 дейді. Қашан өзіміз осындай қазақстандық автопром ашылып өндіріске қазақстандық брендте машиналар шығарылады деген. Құдай қаласа оған да жақындап қалдық. Audi A6 сатылымда. Так, 94 жылғы 2.6 мотормен 2.700.000 дейді сұрап тұрған бағасы бұл көліктің. Ravon тұр. 2017 жылғы. Так, 1.5 мотормен механикада 3 миллион теңге сұрап тұрған бағасы бұл көліктің ақ түсті. Daewoo Gentra. Ақ түсті көлік, біраз шаң басып қалған екен.
2014 жылғы 1.5 моторымен цена договорная дейді. Телефон нөмірін қалдырып кетті. Механикалық қорапта көлік. Хабарласып қарап көрсеңіздер болады. Жалпы қазір базардың бірінші қатарында жүрміз. Қазір бір-бір көліктерді аралап шығатын боламыз достар. Нарада Nexia автокөлігі тұр, 8 клапан сонсыз мотормен. 2013 жылғы полный комплектация люкс 1.5 дейді. Механикада 2 миллион 600 сұрап тұрған бағасы көліктің. Равон 2017 жылғы 1.5 мотормен 3 миллион 600 дейді. Механикалық қорапта көлік. Компактный Chevrolet қараңыздар. Chevrolet Trax дейді. 2018 жылғы 1.4 турбиналы мотор, автомат коробкада 6 миллион 800 сұрап тұрған бағасы бұл машинаның. Атын бұрын соңды естімеген екен бұл көліктің. Көре көсем сөйлей шешен боласын деген осыдан қалған шығар достар. Айып етпеңіздер, кішігірім қателіктер кетіп жатса. Audi S4 Қазақстан тіркеуде 91 жылғы 2.3 моторымен 1 миллион 700 дейді сұрап тұрған бағасы. Механикалық қорапта көлік. Шымкентте алғашқы электромобиль. Бұрын қарап көрмеппін мұндай машинаны. 2011 жылғы налог жоқ дейді, техосмотр жоқ дейді, пробег 70 мың, зарядка 220-да 100 километрге жетеді дейді, цена 7 миллион теңге. Жақсы көлік. Бұға бүт жөндеу қандай болады екен. Өзі француздық көліктерін өзі жөндейтін механиктер енді фулла бастады, бұны жөндейтін механиктерге әлі біраз жыл керек ау. Неге алып келу үшін. Hyundai Starex 2.5 дизель дейді. 2010 жылғы автомат коробкада 5 миллион 500 сұрап тұрған бағасы бұл көліктің. Жалпы сыртқы жағдайы жақсы машинаның. Карс көлік Kia K5 сатылымда. Сыртқы жағдайы жақсы машинаның. Ешқандай ақауы жоқ сыртында. 2019 жылғы 2 объеммен 10 миллион 200 дейді сатылымдағы бағасы. Hyundai Avante тұр. 2007 сол жоба. 2007 жылғы көлік 1.6 мотормен 3 миллион 600 дейді автомат коробкада. ВАЗ 2114 жаздық баллондарда 2013 жылғы 2 миллион теңге дейді сұрап тұрған бағасы. Механикалық қорапта сатылып жатыр көліктерді. Жаңа біреу сатылды көз алдында 2 миллион 150 мың теңгеге.